Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түскі асқа немесе кешкі асқа ыстық тамақ түрін ұсынамын. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек. 4 бұрыштап турап аламыз. Пиязды турап аламыз. 2-ге бөліп, шіңішке етіп тураймыз. Саңырауқұлақты турап аламыз. Саңырауқұлақты алдымен жақсылап жуып тазалап, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай тураймыз. Ортасынан бөліп, осылай турап шығамыз. Енді бұрышты міне осылай тураймыз. Енді қызыл бұрыш. Ұзынша етіп турап шығамыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Қызып тұрған табамызға май құйып, тауықтың етін салып турамыз. Пиязын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді саңырауқұлақты саламыз. Неге араластырып қуырып аламыз. Міне қуырыла бастағанда дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Енді бұрыштарын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қақпағын жауып, баяу отқа қалдырамыз. Чеснок саламыз. Енді ол өз қалауларыңызға байланысты. Ас көктер саламыз. Қаласаңыздар, ақ желкенді немесе ас көктің кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Картопты алдын ала суға қайнатып алдым. Тұзын, бұрышын, кішкене май салып, және сүттен кішкене ғана қосамыз. Өте сұйық болып керек емес. Міне осылай жақсылап картопты езіп аламыз. Міне картопты езіп алдық. Енді қолымызбен домалақ шариктер жасаймыз, дөңгелетеміз. Барлығын дөңгелектеп алдық. Енді ортасын ойып, подливасын құямыз. Қолымызбен жайлап, бұзып алмай. Енді бұл өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Міне осылай әдемі дөп-дөңгелек. Ортасында подливасы ағып кетпейтіндей етіп істейміз.
шамамен 1 немесе 2 ас қасықтан салып, қараңыздар. Енді жайлап, міне суынан да, майынан да құямыз. Екіншісінде солай істеп алдым. Міне сұйығынан да саламыз. Тамағымыз құрғақ болып қалмау үшін. Мінекей ыстық тамағымыз дайын болды. Егер сырды ұнататын болсаңыздар, сырды үккіштен өткізіп, бетіне сеуіп, духовкаға 2-3 минутқа салып алсаңыздар, сыры ерігенше, солай да ұсынуларыңызға болады. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Тағы да басқа видеоларын шыққанын қаласаңыздар, каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.